50 жастағы әйелдің 20 жастағы таңдауы. Ауылда Гүлнәр апайды бәрі танитын. 50 жасқа енді ғана толған. Bir қарағанда жасынан әлдеқайда сергек көрінетін, үнемі жинақы жүретін, ешкімге ауыр сөз айтпайтын, өз шаруасымен ғана айналысатын әйел еді. Бірақ оның өмірін сырт көз ғана тыныш деп ойлайтын. Гүлнәр апайдың тағдырын оңай болғаны жоқ. 25 жыл отасқан күйеуі бірнеше жыл бұрын өмірден өткен. Балаларының екеуі де қалаға кетіп, өз отбасыларын құрған. Үйдің іші күндіз-түні тым-тырыс. Bir кездері осы үйде балаларының күлкісі естілетін. Қазірде қабырғадағы сағаттың тықылы ғана бар. Адамға кейде үйдің үлкені болғаны емес, ішінде біреудің болғаны керек екен деп Гүлнәр терезеге қарап ұзақ отыратын. Ол ешкімге мұңын шақпайтын. Балалары телефон соқса, бәрі жақсы қарақтарым, өзім аманмын дейтінмін. Шын мәнінде бәрі жақсы емес еді. Bir күні Гүлнәрдің үйіне 20 жастағы Нұрлан келді. Нұрлан көрші ауылдан болатын. Әкесі ерте қайтыс болған. Анасы сырқаттанып қалғандықтан жұмыс іздеп қала мен ауылдың арасында жүретін. Гүлнәр оны бұрыннан сырттан білетін. Нұрлан бір күні: Гүлнәр апа, үйіңіздегі ескі қоршауды жөндеп берейін бе? Деп ұсыныс жасады. Қанша аласың? Ештеңе алмаймын. Сіз жалғыз тұрасыз ғой. Гүлнәр алғашында келіспеді. Еңбегіңді тегін істетсем, балаларым ұрсады мені. Нұрлан күліп: онда шай беріңіз. Шайға жұмыс істейсің бе? Шайыңыз дәмді болса, істеймін. Сол күннен бастап Нұрлан Гүлнәрдің үйіне анда-санда кіріп шығатын болды. Екеуінің арасындағы жақындастық ұлғая түсті. Бірде дүкеннен азық-түлік әкеліп беретін, бірде ауладағы ауыр жұмысты істейтін, бірде жай ғана апа жағдайыңыз қалай деп кіріп шығатын. Гүлнарға оның бұл қарапайым қамқорлығы ұнап бастады. Өйткені көптен бері оны жағдайын сұрап ешкім келмеп еді. Уақыт өте келе олардың әңгімелері көбейе берді. Нұрлан Гүлнарға өзінің армандарын айтып беретін. Қалаға барып жұмыс істесем деймін. Неге? Өз үйім болса деймін. Анамды жақсы жерге апарғым келеді. Жақсы ой екен. Ал сіздің арманыңыз қандай? Гүлнәр үнсіз қалды. Менің арманым әлдеқашан өтіп кеткен шығар. Неге олай дейсіз? 50-ге келдім ғой. Нұрлан оған ұзақ қарап: 50 деген өмірдің соңы емес. Гүлнәр күлімсіреді. Сен 20-дасың. Сеніңше бәрі оңай. Жоқ, бірақ адамның жасы емес, жүрегі шаршайды деп ойлаймын. Осы сөз Гүлнәрдің есінде ұзақ сақталды. Арада бірнеше ай өтті. Нұрланның Гүлнарға деген қарым-қатынасы өзгере берді. Ол енді оны жай ғана Гүлнәр апа деп емес, есімімен атайтын болды. Bir күні Гүлнәр: мен сізге бір нәрсе айтқым келеді деді. Айта бер, бірақ ашуланбаңыз, қорқытпай-ақ қой. Нұрлан біраз үнсіз тұрды. Мен сізді жақсы көремін. Гүлнәрдің қолындағы кесесі қозғалтпай қалды. Не дедің? Мен сізді жақсы көремін. Нұрлан: білемін, арамыздағы жас айырмашылығы да бар, білемін. Сен 20 жастасың, иә, ал мен 50 жастамын. Оны да білемін. Гүлнәр орнынан тұрып терезеге барды. Сен ертең өкініп қаласың. Мүмкін. Жоқ, мүмкін емес. Әлі өміріңді көрген жоқсың. Нұрлан басын шайқады. Мен өз шешімімді түсінемін, ал адамдар ше, олар бәрібір сөйлейді. Шынында да ауылда бұл жаңалық тез тарады. Біреу ұят емес пе деді. Екіншісі 20 жастағы баланы өзіне қаратқан екен деді. Үшіншісі ол жігіттің жасы әлі жас қой, кейін түсінеді деді. Гүлнәр сыртта ештеңе білдірмеді, бірақ түнде жалғыз қалғанда көп жылады. Ол Нұрланды жақсы көріп қалған еді. Бірақ оның өмірін бұзып алудан қорықты. Bir күні Гүлнәр Нұрланға: сен кет деді. Неге? Өйткені мен сенің болашағыңды ойлап тұрмын, ал мен сіздің жаныңызды ойлап тұрмын. Менің жанымның мәселесі сенің мойныңда емес, бірақ мен сізді тастап кеткім келмейді. Гүлнәр үнсіз қалды. Bir күні сен менен шаршайсың, Нұрлан. Ал егер шаршамасам ше, оны адамдар шаршатады.
Адамдардың сөзінен қорқып өмір сүрсек, өз өмірімізді кім үшін сүріп жүрміз? Бірнеше айдан кейін Нұрлан маңызды шешім қабылдады. Ол Гүлнарға "Мен сізге үйленгім келеді" деді. Гүлнардың жүрегі дүрсілдеп кетті. Нұрлан тағы да ойландым, бір жыл ойлан. Бір жыл күтсем де жауабыңыз өзгермейді. Ал сенің жасым 20-да, менің жасым 50-ге келді. Жасыңыз мен үшін кедергі емес. Гүлнар көз жасын сүртті. Сен мені шын түсінесің бе? Мен сіздің жаныңызды жалғыз қалған қаламаймын. Ал сіз менің жүрегімді, сезімді түсініңіз. Олардың үйленетінін естігенде Гүлнардың балалары қатты қарсы болды. Үлкен қызы: "Апа, сіз не істеп жатырсыз? Өз өмірім туралы шешім қабылдап жатырмын. Ол сізден 30 жас кіші. Білемін, адамдар не дейді." Гүлнар қызынан көз алмай: "Өмірімді адамдар сүріп бере ме?" Қызы үндемей қалды. "Мен сендердің бақытты болғандарыңды қаладым. Енді менің де бақытты болуға құқым бар шығар." Бұл сөзден кейін бөлмеде ұзақ үнсіздік орнады. Той үлкен болған жоқ, жақын адамдар ғана жиналды. Бірақ ауылдағы жұрттың әңгімесі одан сайын көбейді. Бірі сынады, бірі мазақ етті, бірі аяды. Ал Гүлнар мен Нұрлан ешкімге ештеңе дәлелдеуге тырыспады. Олар жай ғана бірге өмір сүріп бастады. Алғашқы айларда қиындық көп болды. Нұрланның достары "Шынымен үйлендің бе?" деп сұрайтын. Ол: "Иә, өкінбейсің бе?" "Жоқ." Гүлнар кейде "Сен әлі жассың, қаласың, мені тастап кете аласың" дейтін. Нұрлан: "Мен сізге бір нәрсе үшін үйленген жоқпын, мен өз таңдауымды жасадым" деп жауап беретін. Арада 2 жыл өтті. Адамдардың даусы біртіндеп басылды. Нұрлан жұмысқа орналасып қалаға көшті. Гүлнар оның да жанынан табылды. Ең қызығы, олар бір-біріне мінез жағынан қатты ұқсап кетті. Гүлнар Нұрланды сабырға үйретті. Нұрлан Гүлнарды қайтадан армандауға үйретеді. Bir күні олар ауылға келгенде бұрын сөз қылған әйелдердің бірі Гүлнарға "Сен бақытты екенсің ғой" деді. Гүлнар жымиып "Бақыттың жасқа қатысы жоқ шығар" деп жауап берді. Әлгі әйел "Адамдардың сөзі ше?" Гүлнар иығын көтерді. "Адамдар бүгін бір нәрсе айтады, ертең басқа нәрсе айтады. Ал өмір болса бір-ақ рет беріледі." Нұрлан алыстан қарап күлімсіреді. Гүлнар оның қасына барды. Екеуі үнсіз қатар жүріп кетті. Олардың арасындағы 30 жылдық айырмашылдық жұрт әлі де түсінбейді. Бірақ Гүлнар бір нәрсені анық түсінген еді. Адамның жүрегіне күнтізбе қойылмайды. Алайда сезімнің шынайылығы ғана емес, бір-біріне деген құрмет, жауапкершілік және болашаққа көзқарас маңызды. Гүлнар мен Нұрланның тарихы көпшілікке түсініксіз болуы мүмкін еді. Бірақ бұл олардың өмірі. Ал өзгенің пікірінен қорқып өмір сүрген адам кейде өзінің ең маңызды таңдауын ешқашан жасай алмай қалады.